Ассалаумағалейкум. Мынау қазақша түсінетін жалпы жамағат және Қазақстан азаматтары және шетелдегі азаматтарға да айтқым келіп отырған. Бүгін мінекей мәжілісте жаңадан депутат болып келген Нұржан Алтаев деген шымкенттік азаматымыз, гимнаст Алия Юсупованың күйеуі. Білесіздер, гимнаст Алия Юсупованың Назарбаев президентіміз өзі ерекше бір жақсы көретін сол гимнаста. Енді түсіндіңіздер ғой, қалай оның жоғарыға өрмелеп шыққанын. Кулибаевтың командасында мақтанады. Мен айтқым келіп отыр, Кулибаевқа да айтамын, осындай санасы осындайға жететін адам неге ұстап отырсыз, тәке? Саған айтамын, Нұржан, айналайын, қай ойыңмен айттың сен бүгін журналистерге, әр балаға 20 000 теңге жетеді дейді. $53 жетеді дедің бе? Білесің бе сен, Германияда бомждар бар ғой, наркомандар мен бомждар. Сол наркомандар мен бомждарға мемлекет өзі €360 төлейді, $500 да, $504 төлейді. Ай сайын өліп қалмас. Одан бөлек тегін тамақ береді және оған ночлег береді. Енді бері қара. Сол бомжды мынау айналадағы халықпен араласып, өзінің жаңағы әлеуметтік ортада жоғалтып алмас үшін оған ит бағуға рұқсат етеді. Ол итке Германия мемлекеті күніге 3-5 евро береді. Яғни 5 евродан алайық, 5 еврода €150, $210, $210 80 000 теңге. 80 000 теңге итке беріп жатыр Германия. Итке 79 800 теңге, да? Сен айтасың 20 000 теңге балаға берейік деп. Қазақстандағы баланы сен Германияның жаман бомждың итінен 4 есе арзан санағаның ба? Қалайша? Қазақстандағы ең төменгі айлық, денсіз мен сияқты 12 мүшесі сау адамға айлықтың өзі 42 500 теңге. Сен соны көтере ма десе, біз айтып отырмыз ғой жаңа, иттен төмен алады азаматтарға айлық. Екесе итке берген 80 000 теңгеден Қазақстан азаматтарына екесе төмен айлық бермекші, ең аз деп. Біз бұрыннан бері талап етіп жатырмыз. Сен қайта соны қолдап, әрбір азаматқа Қазақстанның туылғаннан бастап өлгенге дейін $500 өкімет төлеп тұрсын деп айтудың орнына, мынауың не сенің? $53 бір балаға жетеді дейді. Әрине орында алмай жатқан балалар бар. Бұл сенің өзіңше жаңағы жарылқаған түрің ғой. Айналайындар, депутаттар, бұлай істейтін болсаңдар кете қойған жоқ. Сенің бірінші аузыңды ашып сөйлегендегің осы болса, онда тыңған екенбіз. Онда бүкіл парламентті жібере салса да болады екен. Қазақстан басын ауыртпас үшін мен билікке айтарым сол, әрбір азаматқа, жаңадан туған баладан қартайған қарияға дейін әрқайсысына $500 беріңіздер. Аллаға шүкір, жеріміздің байлығы жетіп жатыр. Мінекей Италияда көшті соған. Міндетті түрдегі төлем деген. Беріңіздер әрбір азаматқа. Алсын. Хақысы бар осы жерде тұрған. Ол түнде жұмыс істеп, күндіз жұмыс істеп, бала шағамды қалай шағам деп қиналмасын. Мінекей жақында ғана неде бітті осы эксперимент Финляндияда. Финляндияда сәл басқаша болды, бірақ ол болмады деп айтады. Соның өзінде қараңыздар, эксперименттің результатына қараңыздар. Міндетті түрде осы ақшаны алған адамдар бірден ауырған кеміс. Ол адамдардың көңіл жайы ғылыммен, мәдениетпен айналыса бастады. Оны алмаған адамдардан көрі. Мінекей бұл адамдар, егер біз мемлекеттің негізгі байлығы халық дейтін болсақ, неге халыққа ақшаны бермеске? Иттен төмен санағандарың ба? Иттен төмен санағандарың ба? 190 000 теңге алады Германияның бомжы. Сол бомждың ақшасы $500 беріңдер деп жатырмыз ғой. Бомждан төмен бер, ол $504 алады екен. Біздікі $500 қала қойсын. Бомждан төмен, иттен жоғары беріңдер халыққа. Жетеді соның өзі. Басқа ештеңе керек емес. Істемейсіңдер ме, кетіңдер орындарынан. Істейтін жігіттер жетіп жатыр. Қазақстанның байлығы асып тасып жатыр. Біз жеткіземіз. Жеткіземіз, барлығын орнына қоямыз. Қазақстан еркін болатынына мен әрқашан сенемін. Қазақтың халқы және Қазақстандағы өзге ұлттардың халықтары барлығы адам ретінде ең болмаса немістің бомждарынан артық өмір сүруге қақысы бар деп есептеймін. Қазақстан еркін болады. Сау саламат болыңыздар. Бәріңізге рахмет. Ашулы болсам кешіріңіздер. Ассаламу алейкум.